Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар арнасы. Айға ұшу, ғарышты игеру, Марсты зерттеу, мұның бәрі соңғы уақытта адам күн жүйесінің толықтай зерттеуді қолға алғанын білдіреді. Адамзат басқа да ғаламшарларда өмір сүруге ынтық. Алдағы уақытта мұны жүзеге асырамыз деп құлшынып отыр. Бұл қаншалықты шындық? Біз басқа ғаламшарларда жасай аламыз ба? Ғалымдар осы мәселелер төңірегінде бас қатырып, басқа ғаламшарларда адамзат нәсілі қанша уақыт өмір сүре алатынын есептеп шықты. Сонымен, Меркурий күнге ең жақын және күн жүйесінің кіші ғаламшарының бірі. Күнді 88 тәулік ішінде айналып шығады. Бұлпанның бір тәулігі жердің 176 тәулігіне сәйкес. Меркурийді бақылау өте қиын. Бетіндегі температура күндіз плюс 400 дәреже болса, түнде минус 200 градусқа барады. Меркурий ғаламшарында адам 0,1 секунд қана өмір сүре алады. Шолпан күн жүйесіндегі ең кішкентай ғаламшар. Шолпан уранды есептемегенде барлық ғаламшарлар айналатын жаққа кері бағытта. Яғни өзінің күнді айнала қозғалатын бағытына өзі осы төңірегінде қарсы айналатын болып шықты. Ондағы күндік тәулік шамамен жердегі 118 тәулікке тең, яғни 118 күн. Бұл ғаламшардың атмосферасының 98% карбонат ангидрид газынан тұрады. Сосын ол сульфат қышқылы бұлтымен қоршалған. Осындай химиялық зертханада адам 1 секундта өмір сүре алмайды. Сіз шолпанға бара қалсаңыз 0,94 секунд арғы дүниеге аттанып кетесіз. Ал ол жердегі ауа райы туралы айтпаса да болады. Плюс 470 градус. Марс. Қызыл ғаламшарда жасау уақыты басқа ғаламшарлары қарағанда ұзақтау. Бұл жерде скафандр болса бірнеше күн, скафандрсыз 80 секунд өмір сүре аласыз. Марс атмосферасының 95% карбонат ангидрид газынан тұрады. Температура орташа минус 55 градус. Экваторға плюс 20 градус. Солтүстік полюсте минус 153 градус. Юпитер күннен 773 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Күн жүйесінің ең үлкен ғаламшары. Диаметрі бойынша жерден 11 есе, ал салмағы бойынша 300 есе үлкен. Есек қырғанның бір жылы жердің 11 жылына сәйкес, яки ол күнді 11 жылда бір айналады. Бірақ Юпитерде жердегідей жыл мезгілдері жоқ. Өйткені ғаламшардың белі оның орбитасының жазығында перпендикуляр болып тұр. Есек қырғанның жермен салыстырғанда жылы ұзақ болса, тәулігі өте қысқа. Ондағы бір тәулік 9 сағат 50 минутқа тең. Ғаламшар бетіндегі орташа температура минус 138 градус. Бұл жерде адам 1 секундта өмір сүре алмайды. Ғаламшардың беткі қысымына адам алғаш болып аяқ ізін салуды армандамаса да болады. Себебі ғаламшардың басым бөлігі гелий мен сутегіден тұрады. Сатурн күннен санағанда 6-шы, салмағы мен үлкендігі бойынша күн жүйесіндегі екінші ғаламшар. Ол күннен 1429 миллион шақырым қашықтықта орналасқан. Күннен айналу уақыты 29,46 жыл. Сатурнның басқа ғаламшарлардан айырмашылығы жоқ. Бұл жерде де адамзат өкілі 1 секундтан артық өмір сүре алмайды. Тек шолпан немесе Марстағыдай улы газдар есебінен емес. Сатурнда жел жылдамдығы сағатына 1800 шақырымға тең. Себебі ғаламшар өз төңірегінде басқалардан қарағанда жылдамырақ айналады. Температура орташа минус 178 градусқа тең. Уран ғаламшары тығыз сұйықтықпен, су, аммиак және метан қоспасымен қоршалған. Адам бұл жерге қадам қойып үлгермей жатып ақ, тіпті скафандр болса да еріп кетеді. Уран күн жүйесіндегі ең суық ғаламшар. Орташа температура шамамен минус 224 градусқа тең. Нептунда дауыс жылдамдығымен бірдей жел еседі. Бұл шамамен сағатына 2100 шақырымға тең. Орташа температура минус 218 градус. Бұл жерге адамзат қоныстану туралы ойламаса да болады. Осымен видеомызды аяқтаймыз. Видео ұнаса лайк басып, өз пікірлеріңізді комментарийға қалдырыңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.